пәні бойынша сабағымыздың тақырыбы объектілі бағытталған бағдарламалаудың негізгі түсініктері. Жоспары: объект, қасиеттер, әдістер, оқиғалар, объектіге бағытталған бағдарламалау принциптері жайлы айтылатын болады. Анықтама: объектіге бағытталған бағдарламалау объектілердің өзара әрекеттесу архитектурасы негізінде бағдарламалық жүйелерді құруға арналған принциптер, технологиялар, сондай-ақ аспаптық құралдар жиынтығы. Объектіге бағытталған бағдарламалық қағидаттарына негізделген бағдарлама бұл операторлар тізбегі емес, қатаң алгоритм емес, объектілер мен олардың өзара әрекеттесу әдістерінің жиынтығы. Нысандар арасындағы ақпарат алмасу хабарламалар арқылы жүзеге асырылады. Объект қарастырылып отырған қолданбалы проблема аясында мағынасы бар, нақты анықталған шекаралары бар тұжырымдама, абстракция немесе кез келген объект. Объект дегеніміз не? Мысал келтірейік. Бұл хабарламалар мен батырмалар. Мысалы, енгізу терезелері немесе ашылмалы терезелер, негізгі немесе жанама меню. Бұлардың барлығы бізде объектіге мысал ретінде алынған. Объект дегеніміз не? Объект дегеніміз программаның мысалы қасиеттері және оның әдістері болуы мүмкін. Немесе мына кнопка, яғни батырмалар, батындар, яғни біздің объектіміз болуы мүмкін. Бұл объектіге мысал. Объекттер зат есімдер. Объектінің қасиеттері сын есімдер. Ал объектінің әдістері етістіктер. Уақыттың әр сәтінде объект өзіне тән қасиеттер жиынтығымен және әдістермен сипатталады. Басқа объектілерде немесе осы объектіде орындалатын операциялар сондай-ақ оқиғаларға жауап береді. Қасиеттер объектінің сыртқы түрімен мінез құлқын анықтайтын, әр дананың ерекшеліктерін ажырататын объект параметрлерінің тізімі. Қасиеттерге мыналар жатады: аты, түрі, мағынасы, түсі, өлшемі және тағы басқалар. Ал күй бұл объектінің барлық қасиеттерінің жиынтығы. Әдістер бұл объектіде орындалатын белгілі бір әрекет. Осы әрекеттің нәтижесінде объектіде бір нәрсе өзгереді, мысалы орналасқан жері, түсі. Басқаша айтқанда, бұл әдіс объект орындай алатын команда. Оқиғалар. Оқиғалар тиісті түрде жауап беруі керек, сыртқы орта қалыптастыратын сигналдар. Объектілердің өзара әрекеттесу ортасы әртүрлі оқиғалардың басталуы нәтижесінде пайда болатын хабарламалар болып табылады. Оқиғалардың пайдаланушының әрекеттері нәтижесінде пайда болады. Пайдаланушы курсорын жылжыту, пернетақтағы немесе пернелердің түймелерін басу, сондай-ақ мысалы перненің бір энтерді басатын болсаңыз, ол команданы орындайды, белгілі бір команданы орындайды, әрекетті орындайды. Осы яғни объект мысалы сол әрекет үшін жауап бере алатын оқиғалар жиынтығы. Объект белгілі бір классының данасы. Мысалы оқушы, оқушылар классының данасы. Оқушылар көп, бірақ бір оқушы осы класстың данасы. Ноутбук, компьютерлер классының данасы. Компьютерлерінде бірнеше түрлері бар, мысалы ноутбук соның бір данасы. Жер, планета классының данасы. Объекттер классы. Класс бұл өрістер, әдістер мен қасиеттер болуы мүмкін арнайы құрылым. Класс бұл көптеген нысандардың жалпы құрылыммен характеристикасы бірдей болуы мүмкін. Класс деректердің объектілік түрі ретінде әрекет етеді, ал объект сыныптың нақты данасы. Мысалы, әрбір нақты класс осы классты анықтайтын өзіндік мінез құлқымен сипаттамалары бар. Мысалы, геометриялық объект ол көлемді және жалпақ болуы мүмкін. Ал жалпақтың өзі шыңдармен шыңдарсыз болуы мүмкін. Ал шыңдарсыздың өзі шеңбермен эллипс түрінде болуы мүмкін. Яғни ең жоғарғы деңгей ең жалпы және қарапайым. Әрбір келесі деңгей неғұрлым аз және нақты. Ең соңғы деңгейде сіз түсін, түрін, толтыру стилін, шеңбердің радиусын, мөлшерін анықтай аласыз. Мысалы, компьютер жалпы классының мысалы үшін класс ұясының иерархиясы. Мысалы, компьютерді алайық класс ретінде, оның ішінде дербес компьютердің өзі бірнеше класстарға бөлініп тұр. Мысалы, әр класста қасиеттер, әдістер мен оқиғалардың нақты жиынтығы бар. Мысалға алатын болсақ,
Word қосымшасында белгілі бір жиынтықтар бар. Құжат объектілер класы бар. Мысалы сипаттайтын болсақ, оның аты, толық аты және тағы басқа болады. Ал әдістері құжатты ашу, құжатты басып шығару, жабу, сақтау. Ал оқиғалар құжатты жасау, құжатты жабу және құжатты өңдеу және тағы басқа. Объектіге бағытталған бағдарламалау принциптері: энкапсуляция, мұрагерлік, полиморфизм. Мысалы, энкапсуляцияға мысал. Нысан бізде теледидар болсын. Бұл объектінің ішінде көптеген басқа нысандар бар. Мысалы, микросхема, сымдар, катод, сәулелік түтік және тағы басқа. Бірақ теледидармен өзара әрекеттесу кезінде біз бұл туралы тіпті ойламаймыз. Ішкі құрылғылар жайлы, бұл нысандар жайлы ойламаймыз. Яғни көзімізге тек қана нысан, теледидар елестейді. Ал бұл объектіге бағытталған бағдарламалау энкапсуляциясының бірінші қағидасы. Энкапсуляция бұл кластың орындалуын жасыру және оның ішкі көрінісін сыртқы бөлу. Мұрагерлік. Мысал, түрлі түсті теледидар қара ақтан болуы мүмкін, ал плазмалық экраны бар теледидар қарапайым теледидардан шыққан болуы мүмкін. Сонымен қатар, әр ұрпақ қасиеттер мен функцияларын мұра етіп, оларды сапалы жаңалылармен толықтырады. Мұрагерлік жаңа нысанды нөлден жасамай, объектінің мүмкіндіктерін кеңейтуге мүмкіндік береді. Яғни, түп нұсқасын сақтай отырып, жаңарта отырып, жаңа объектті жасауға мүмкіндіктерін береді. Яғни, объектінің мүмкіндіктерін кеңейтеді. Мұрагерлік бұл класс басқа құрылымын немесе мінез құлқын қолданатын сыныптар арасындағы қатынас. Мұрагерлік ішкі класс бір немесе бірнеше жалпы суперкласстардан тұрады. Ішкі класстар әдетте мұрагерлік құрылым немесе мінез құлықты толықтырады немесе қайта анықтайды. Мысалы, мына жерде класс нүкте, класс дөңгелек. Міне, мұрагер класстар ата-ана классының сипаттамаларын мұра ете алады, қасиеттерін, әдістерін мұра ете алады. Оларға тек өзіне тән қасиеттер қоса алады. Мұрагерлік класстар арасында қатынасты анықтайды. Мұрагер классының объектілері ата-ана классының барлық қасиеттер мен әдістеріне ие және оларды қайта жүзеге асырмауы керек. Мысалы, қасиеттер мен әдістері сақталуы мүмкін, бірақ мұрагерлікте сіз оның радиусын, түсін өзгертуіңіз мүмкін. Полиморфизм. Бірдей әдісті әртүрлі сыныптардың объектілеріне қолдануға болады, бірақ бұл әдіс басқаша әрекет етеді. Мысалы, Windows пен Office-тегі көптеген нысандарға бірдей әдістерді қолдануға болады. Көшіру, жылжыту, атын өзгерту, жою және тағы басқа. Алайда бұл әдістерді әртүрлі сыныптар үшін қолдану тетіктері бірдей емес. Полиморфизм грек сөзі поли, көп, морфос, форма және формалардың әртүрлілігін білдіреді. Полиморфизм бұл әртүрлі класстағы объектілер үшін бірдей әдістерді қолдану мүмкіндігі, тек осы әдістерді қолдану әр класс үшін жеке болады. Енді соңында айта кететін болсақ, объектіге бағытталған бағдарламалау артықшылықтары. Үлкен бағдарламаларды жасау кезінде. Бағдарламалау кезінде пәндік аймаққа жақын ұғымдарды қолдану. Объектінің қасиеттері мен мінез құлқын бір жерге орналастыру. Бұл бағдарламаны жақсырақ құрылымдауға және сәйкесінше реттеуге мүмкіндік береді. Нысандар кітапханасын құру және дайын бөліктерден бағдарлама құру мүмкіндігі. Қайталанатын әрекеттерді бірнеше рет сипаттай алмайтындығына байланысты артық кодты алып тастауға болады. Бағдарламаға бұрын жазылған бөліктерді өзгертпестен, ал кейбір жағдайларда оларды қайта құрастырусыз өзгерту енгізудің салыстырмалы түрде қарапайым мүмкіндігі. Үй жұмысы. Өтілген тақырып бойынша қосымша іздене отырып, аудиофайл түрінде түсінік айтып, e-колледжге жүктеңіз. Назар қойып тыңдағаныңызға рахмет.